Сәлем достар, сіздерді көргеніме қуаныштымын. Менің есімім Арман Сапелда, мен компьютерлік графика саласында 11 жылдық тәжірибесі бар маман боламын. Осы уақытқа дейін біз көптеген фильмдер, сериалдар, короткометражкалар, клиптар, рекламный роликтар, жалпы видео қатысты не бар, соның барлығын түсіріп көрдік. Соған байланысты бізде бір шама тәжірибе жиналды. Енді сол тәжірибемен біз халықпен бөлісейік деп жатырмыз. Егер сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, сіз біздің курсымыз туралы толық білгіңіз келеді. Біздің курсымызды бәлкім алғыңыз келетін шығар. Сол себепті сіз курсты алмай тұрып, осы видеоны міндетті түрде көріп шығуыңыз керек. Бұл видеода мен сізге курсқа дейін сізде не болу керек, және курстан сіз не күтуіңіз керек, сол туралы айтатын боламын. Ең алдымен сіздің үйренетін салаңыз осы курста бұл компьютерлік графика. Мобилография емес, біз телефонмен монтаж жасамаймыз. Біз компьютердің көмегімен компьютерлік графиканы пайдаланып, видеоға неше түрлі миға кірмейтін фантастикалық, голливудтық дәрежедегі спецэффекттер жасайтын боламыз. Компьютерлік графика саласы өте сұранысқа ие сала. Барлық жерде қолданылады. Кино түсіретін кезде қолданылады, рекламный ролик түсіретін кезде қолданылады, клип түсіретін кезде қолданылады. Жалпы қай жерде видео бар, даже мобилография болсын, сіз компьютермен көмегімен видеоңызды одан әрі күшті қылсаңыз болады. Жалпы видео қай жерде бар, соның барлығында монтаж, компьютерлік графика қолданылады. Қазақстанда бұның мамандары өте аз. Өзім мамандарды іздеймін, всегда проекттерге қосқан кезде сол кезде мамандар өте тапшы. Әлемде де осы саланың эксперттеріне орын, вакансия, жұмыстар, проекттар всегда табылады. Және де осы саланы жақсы меңгеріп, күшті миға кірмейтін монтаж жасай алсаңыз, сіздің бір видеоңыздың құны кем дегенде 200 мың теңгеден басталады. Негізі в среднем 500 мың теңге алады. Көп айтудың қажеті жоқ. Менің ойымша сіздер и так та менсіз де бұның қандай актуалды тема екенін білесіздер. Енді курсты үйрену үшін сізге не керек? Ең алдымен сізге компьютер керек болады. Және жай компьютер емес, кішкене мощныйлау, кішкене мықтырақ компьютер керек болады. Видеокартасы мықты болса, оперативкасы көп болса, соғұрлым жақсырақ болады. Бүкіл осы курс барысында біз 4 программаны үйренетін боламыз. Ол Premiere Pro, After Effects, DaVinci Resolve және Blender деген программалар. Осы 4 программалар бұл былайша айтқанда мейнстримный программалар. Көп мамандар осы программаны қолданады. Бұл основной программалар, профессиональный программалар. Мен сізге қазір бір кеңес берейін. Дәл қазір Blender және DaVinci Resolve деген программаны өзіңіздің компьютеріңізге орнатып көріңіз. Осы видеоның астында ссылка болады. Соған кіресіз де өзіңіздің компьютеріңізге орнатып, қосып көресіз. Егер сіздің компьютеріңіз ашса, қосылса, бұл программалар, значит, сіздің компьютеріңіз жарамды motion дизайнды үйренгенге. Бірақ, если тартпай жатса, қосылмай жатса, онда сіздің ноутбугыңыз кемейді, сізге басқа ноутбук табу керек болады. Және де, тағы да айта кететін нәрсе, біз 4 программаны үйренеміз дедім, иә? Соның 2 программасы тегін. DaVinci Resolve және Blender программасы бұлар тегін, жаңа айтып өттім. After Effects және Premiere Pro деген программалар бұл платный программалар. Бұны сіз ақша төлеп сатып алу керексіз. Біздің курс барысында сіздерге бұл программалар берілмейді. Құны бар нәрсе болған соң біз оны тегін таратуға негізі құқымыз жоқ. Бұрын біз тегін беретінбіз пиратский версияларды оқушыларымызға, бірақ қазір олай істемейміз деп шешім қабылдадық. Сол үшін курсты бастамай тұрып, осы Premiere Pro мен After Effects программасын міндетті түрде компьютеріңізге көшіріп алыңыздар. Білмеймін, сіз ол программаны сатып аласыз ба, әлде бір жерден пираттық версиясын көшіріп аласыз ба, әлде бір танысыңыздан жазып аласыз ба, маңызды емес. Курсты сатып алмай тұрып, міндетті түрде компьютеріңізде осы 2 программа тұру керек. Және әрине Blender, DaVinci Resolve болу керек. Сонымен, если сіз компьютеріңіздің күш-қуаты мықты екеніне көзіңіз жетсе, программалар барлығы ашылып тұрса, онда біздің курсымызды әрине сатып алып оқысаңыз болады. Біздің курс Қазақстандағы осы компьютерлік графиканы үйрететін ең үздік курс. Және біз бұл курста сізге программаның инструмент ретінде қолдануды үйретеміз. Қай кнопка неге жауап береді, қандай эффекттер жасауға болады, қандай мүмкіндіктері бар. Жалпы біз сіздің осы программаны құрал ретінде игеріп алғаныңызды қалаймыз. Қазақта керемет мақал бар: аш адамға балық берме, қармақ бер деген. Сол үшін біз сізге сол қармақпен дұрыс жұмыс жасауды үйретеміз. Кейін чтоб сіз сол қармақпен көп балық аулау үшін. Сіз сабақты сатып алып, мүлдем қарамай результатқа жетпеуіңіз мүмкін. Керісінше сабақты сатып алып, до конца қарап, практиковаться етіп, үйреніп, біздің берген үй жұмыстарымызды орындап, до конца тырыссаңыз шын көңілден,
әрине сізде міндетті түрде результат болады. Әрине мен сіздердің барлықтарыңызды біздің курста қуана күтемін. Бірақ та мен үшін әлде қайда маңызды нәрсе сіздің сол курстан пайда алып табыс тапқаныңыз. Сол үшін өтініш, курсқа келмей тұрып, компьютеріңізді тексеріп алыңыз, өзіңіздің шыдамдылығыңыз жете ме, конкретно точно шештіңіз бе motion дизайнер болуға, соны бір қарап шығыңыз. Одан кейін біздің курсымызға келсеңіз болады. Сізге әрдайым есігіміз ашық. Басқа сұрақтарыңыз болса, менеджерге қойсаңыз болады, сіздің бүкіл сұрақтарыңызға жауап береміз.